Шұғыл ақпарат тарады көріңіздер. Сәлеметсіз бе қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Екі адам ажал құшты. Ақмола облысында жантүршігерлік жол апаты болды. Ақмола облысында жантүршігерлік жол апатынан екі адам қайтыс болды. Үш адам түрлі жарақатпен ауруханаға жатқызылды. Жол апаты Астана Ерейментау-Шідерті тас жолында болған. Екі жел көлік оқиға шыққан жылқыға соқтығысқан. Жантүршігерлік апат салдарынан Kia Pio көлігінің екі жолаушысы оқиға орнында қайтыс болды. Үшеуі ауруханаға жеткізілді. Полиция сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатқанын айтты. Жол көлік оқиғасы фактісі бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345 бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазір уақытта жылқы иесін анықтау бойынша іс-шаралар жүргізуде. Жол қозғалысына қатысушыларға жылдамдық режимін сақтау туралы, ал үй жануарларының иелеріне малдың бақылаусыз жайылуына жол бермеу туралы еске саламыз. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.